Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен атамыз, әжеміз сүйсініп, ұнатып жейтін нан палау, нан қуыр атты тамағын пісіретін боламыз. Бізге керектері ет, пияз, сәбіз, картошка, сосын осындай нан. Мен бір нанмен жасайтын боламын. Сіздер өз еріктеріңізге қарай қоса бересіздер. Алдымен етімізді алып, ұсақтап, тураймыз. Бұл көп қайнап тұратын тамақ болмағаннан кейін етімізді барынша ұсақтап турағанымыз дұрыс, тез піседі. Ал қыздар, осылай еттерімізді ұсақтап турап алып, оны қызып тұрған майға салып қуырамыз. Мен етімді қуырып жатып, пиязымды, қалған сәбіз, картошка бәрін турап, дайындап алып жатырмын. Арасында етімді бір араластырып, бұл нан палау тамағын үлкен аталарымыз, әжелеріміз сүйсініп жейді. Шамалы нандарымыз тұрып қалғаннан кейін, ол нанымыз суы қашып, қатыңқырап қалады. 1-2 күннен кейін ол нанды жегісі келмей қалады. Сондықтан осы тамаққа салып, жасап жерсеңіздер, дәмді әрі тойымды болады. Бұлайша айтқанда, обал болмайды деп айтып жататын әжелеріміз. Ал осылай бәрін турап аламыз. Көлемдерін өздеріңіз қалағандай турауға болады. Сәбіз көптеу турасаңыздар, дәмді әдемі болады. Осылай картоптарды турап алып дайындаймыз. Мен қуырып жатқан етім қып-қызыл болып қуырып аламыз. Ет қуырғаннан кейін артынша пияз саламыз. Пиязымызды да бір 5 минуттай қуырып аласыздар. Қызғыш түске келгенге дейін. Ал осылай пиязымыз қуырып алғаннан кейін, оның артынан сәбіз бен картоплымызды саламыз. Сәбіз картоплымызды тағы бір 5 минут қуырып аламыз. Картоплымыздан кейін томат саламыз. Томатты да осылай қуырып, араластырып, томатты да тағы 5 минуттай қуырамыз. Қыздар, осыдан кейін қуырып болған соң су құямыз. Су құйып болған соң 30 минуттай қайнатамыз баяу отта. Нанымды мен турап дайындап қойдым. Нан турауды сіздер көрсетейін деп тағы азарға нанды алып турап жатырмын. Жәнелеп бықтырып, су құйып қойған тамағымызға нандарымызды турап болып саламыз. Нанымыз салғаннан кейін 30 минутқа салып бықтырып қоямыз. 30 минуттан кейін сорпасы нанымызға ісініп, әдемі болып піседі. Ал біздің тамағымыз дайын. Ас болсын.